Ұлттық мереке республика күніне орай Басқара елді мекенінде ауыл күні тойланды. Ауыл күні Басқара Құрманұлының 265 жылдығы, мемлекет және қоғам қайраткері Әбубәкір Тыныбаевтың 95 жылдығы және Басқара елді мекенінің құрылғанына 60 жыл толуына арналды. Басқара ауылы қасиетті қазалы жеріндегі қазақы қаймағы бұзылмаған, бір-бірімен тату тәтті, ынтымағы мен берекесі жарасқан мекеннің бірі. Сондықтан болар басқаралықтардың бірлігі бекем, тірлігі тиянақты. Ауыл күніне арналған шарада аудан әкімі Мұхтар Оразбаев ең алдымен жол жөндеу жұмыстары аяқталып, пайдалануға берілген жеткізді. Мұнан соң ауыл орталығындағы саябақ ішінен ескерткіш тақта ашылды. Мұнда елді мекен іргетасы қаланған уақыттан бері осы ауылда тұрып еңбек еткен жандардың есімдері қашалып жазылған. Ескерткіш тақтаның ашылу салтанатында аудан әкімі Мұхтар Оразбаев Арал, Жаңақорған және Қазалы аудандарының құрметті азаматы Нәжмәдин Мұсабаев құттықтау сөз сөйлеп, ізгі лебізін жеткізді. Ауыл күніне арналған шара Басқара жұмақ мекенім өзіңді мақтан етемін атты танымдық кешке ұласты. Басқара ауылдық клубында өткен шарада аудан басшысы тұрғындарды мерекемен құттықтап, игі тілегін білдірді. Сондай-ақ ауыл тұрғындарына аудан әкімінің құттықтау хатын тапсырды. Салтанатты шарада ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Шәкірат Сейтекен де құттықтау сөз сөйлеп, ауыл күнін өткізуге атсалысқан басқаралықтар мен аудан басшыларына алғысын жеткізді. Ауыл күніне арнайы келген қонақтарға жергілікті өнерпаздар мен ардана әжелер ансамблінің әннен шашуы шашылып, көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Мерекелік бағдарлама аясында ауыл тұрғындары футбол, қол күрес, үстел теннисі, қазақша күрес, арқан тартыш және қой көтеруден өткен сайыстарды тамашалап, жеңімпаздар мен жүлдегер командалар бағалы сыйлықтармен марапатталды.